Сәлеметсіз бе, құрмет? Мен әлеуметтік-гуманитарлық пәндерінің оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі Матеева Гүлнара Серікқызы. Бүгінгі бізге сабақ қылмыстық құқық, тақырып қылмыстық құқықтық негіздер. Бүгінгі өтетін жоспар бойынша қылмыстық құқық ұғымы, қылмыстық құқықтың міндеттері мен принциптері, қылмыстық заң ұғымы ерекшеліктері мен маңызы, міндеттері мен мақсаты және қылмыстық құқықтың норманың құрылымы. Қылмыстық құқықтың ұғымы дегеніміз Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесіне кіретін өз алдына жеке құқықтық саласы. Ол негізінен мемлекет егер орындамаса өзінің жазалайтындығын алға тарта отырып, бекіткен және санкциялаған белгілі бір әрекеттерді жасауға тыйым салатын ережелердің жиынтығын құрайды. Қылмыс жасау сәтінен бастап мемлекет пен қылмыс жасаушы тұлғаның арасында туындаған қатынастарды реттейтін, сол сияқты өзге құқық салаларымен реттелген қатынастарды қорғайтын нормалардың жиынтығын қылмыстық құқық деп атаймыз. Қылмыстық жауаптылықтың негіздері, міндеттері мен принциптері, жекелеген жаза түрлерінің қолдану шегі, олардың тағайындау тәртібі белгілейтін нормалар, шартты түрде жаза қолдану, қылмыстық жаза мен жауаптылықтан босату және жаза түрлері мен оның қолдану шегін көрсете отырып, нақты жекелеген қылмыстарға сипаттама беру. Қылмыстық құқықтың міндеттері. Атап шығайық, қандай міндеттері бар? Яғни адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау, ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздігін, қоршаған ортаны, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысы мен аумақтық тұтастығын, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау, бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігін қорғау міндеттерін көрсетілген. Қылмыстық құқықтың қорғау міндеті, яғни қылмыстық құқықтың қорғау міндеті екі түрге бөлінеді: қылмыстық заңның жалпылама ескертпесі және қылмыстың жеке дара алдын алу міндеті. Қылмыстық заңның жалпылама ескертпесі, яғни қылмыстық заңның жалпылама ескертпесі, қылмыстың жалпылама алдын алу міндеті, яғни азаматтарды қылмыс жасаудан тыйым салу арқылы сақтандыру. Қылмыстың жеке дара алдын алу міндеті. Қылмыстың жеке дара алдын алу міндеті арнайы ескертпе, ол бұған дейін қылмыс жасаған адамдарға қылмыстық жаза, медициналық және тәрбиелік сипаттағы мәжбүрлеу сияқты шараларды қолдану арқылы және қылмыс жасаудан сақтандыру. Қылмыстық құқықтың принциптері. Қылмыстық құқықтың принциптері қылмыстық құқық басшылыққа алатын оның институттары мен нормаларының негізгі мазмұны мен бағытын анықтайтын бастаулар. Қылмыстық құқықтың қағидаттары. Қағидатталарын атап шығайық, яғни қылмыстық құқықтың басты қағидаттары қандай бар? Ол заңдылық, заң алдында азаматтардың теңдігі, қылмыстық жауапкершіліктің тумай қоймайтындығы, жеке жауапкершілік, айыпты жауаптылық, әділдік, демократизм, гуманизм, қылмыстық қадағалау шараларын орындау қолдану және интернационализм. Яғни заңдылық принципі дегеніміз не? Ол қылмыспен күресуді заң шеңберіндегі оның талаптарын мүлтіксіз орындай отырып жүргізуге иек артады. Ешкім де соттың үкімінсіз, яғни заңға қайшы жолмен кінәлі болып табылмайды. Сондықтан да қылмыстық заң қылмыстардың нақты тізімін көрсетеді. Қылмыстық заң нормасын ұқсаттығын бойынша қолдануға тыйым салады. Екіншісін атап өтсек, заң алдындағы азаматтардың теңдігі принципі дегеніміз не? Ол адамның тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге, көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне қарамай қылмыстық заң алдында бірдей жауап беретіндігін көрсетеді. Үшіншісі, қылмыстық жауапкершіліктің тумай қоймайтындығын. Қылмыстық құқық принциптерінің енді бірі қылмыс жасаған үшін қылмыстық жауапкершіліктің тумай қоймайтындығы. Әрбір қылмыс
жасаушы қолмен істегенді мойнымен көтеретінін біліп жүруге тиіс. Бұл принципті жүзеге асыру нысандары болып мемлекет атынан оның органдарының қылмыстық істі қозғауы, айып тағуы, соттауы, жаза тағайындауы мен орындауы табылады. Төртіншісі жеке жауапкершілік принципі. Қылмыс жасаған үшін жеке тұлғалардың, адамдардың қылмыстық жауаптылығын көрсетеді. Бесіншісі айыпты жауаптылық принципі. Айыпты жауаптылық принципі қылмыстық әрекет үшін басқа адамдар, баласы, ата-анасы тағы басқа емес, нақ сол әрекетті жасаушы адамды жауапқа тартуға ғана білдірмейді. Сонымен қоса оны айыпты түрде жасаған адам айыпты екенін көрсетеді. Алтыншы, әділдік принципі. Әділдік принципі объективті, жеткілікті заңға сәйкес мәліметтерге сүйене отырып қана қылмыстық жауапқа тартуға болатынын, айыптының жасаған ісі мен тартқан жазасының сәйкес болуын, бір қылмыс үшін қайталап жауапқа тартуға болмайтынын білдіреді. Жетіншісі, демократизм принципі дегеніміз не? Сот төрелігін жүзеге асыру барысында істі қатысушылар мен сол ауданның басым бөлігі білетін тілді жүргізу, соттаушыларды егер қажет етсе, аудармашының көмегімен қамтамасыз ету демократизм принципінің көрінісі болып табылады. Сегізінші, гуманизм принципі. Гуманизм принципінің мәні кішігірім қылмыстарды алғаш жасаған адамдарға кешіріммен қарап, жеңіл жаза тағайындап, кейде әкімшілік жауапкершілікпен ауыстыра отырып, қылмыстық жауапкершілікпен толығымен босатудан, керісінше ауыр қылмыс жасағандарға ұйымдасқан құрылымдарының мүшелеріне неғұрлым ауыр жаза қолданудан тұрады. Тоғызыншы, қылмыстық қудағалау шараларын орынды қолдану принципі. Мемлекет қылмыстық қудағалауды жазаны қылмыс жасаушының түзеудің басқа жолы қалмағанда қолдануға шарасыздан барады. Аталмыш принциптің көрінісін жазаның көлемі мен салмағын қысқартудан, бас бостандығынан айырмайтын шаралар салмағының өсуінен, орынды жерде оларды әкімшілік немесе қоғамдық ықпал ету нысандарымен ауыстырудан, кейбір қылмыстарды әкімшілік құқық бұзушылық санаттары қатарынан қосудан көрінеді. Басқа мемлекеттің мүддесіне, халықаралық қауіпсіздікке, ұлттар арасындағы бейбітшілікке қарсы қылмыстар үшін жауапкершілік белгілейтін нормалардан көрініс табады. Қылмыстық құқықтың норманың құрылымы. Қылмыстық құқықтың нормасы, яғни үшке бөлінеді: гипотеза, диспозиция және санкция деп. Гипотеза – норманы іске асыру үшін қойылатын талап. Диспозиция мінез құлық ережелерін немесе соған байланысты белгіленген талаптарды бейнелейді. Диспозиция норманың қылмыстық іс-әрекет немесе әрекетсіздігін анықтамасы немесе сипаттамасы берілетін бөлігі. Және санкция ол диспозицияда көрсетілген талаптарды орындамаудан туатын салдар. Бүгінгі бізге қолданған әдебиеттер: Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі, қылмыстық құқық негіздері Алауханов деген автор, Баянов мемлекет пен құқық негіздері және Оспанов құқық негіздері. Және сіздер Google KZ деген сайтында бұл көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет.